Армысыздар, қадірменді тыңдарман. Күн еңкейіп, көлеңке ұзарған шақ, ауыл шетіндегі жалғыз үйдің түтіні солғын шығады. Бұл үйдің иесі небәрі 25-ке де толмай жесір қалған Гүлбану. Оның жары асқан өткен қыста жұт кезінде мал қарайым деп үсіп өлген еді. Артында еңіреп Гүлбану мен 2 жасар шырылдаған жетімегі қалды. Гүлбанудың қайғысы әлі сейілмей жатып, ауылдың атқа мінер жасы 70-ті алқымдаған Сартай ақсақалдың суық хабары жетті. Сартай осы өңірдің шіріген байы, сөзі екі болмаған қатал қария. Оның көзіндегі Гүлбануды әмеңгерлік жолмен өзінің тоқалдығына алу еді. Сартай ақсақал Гүлбанудың босағасын аттағанда жүзінде мейірімнің де нышаны жоқ еді. Ол төрге жайғасып тамағына кенеді де суық сөйледі. «Шырағым Гүлбану», деді ол сақалын сипап. «Асқар кетті, оны қайтара алмайсың, бірақ артындағы мал-мүлік қара шаңырақ иесіз қалмау керек. Менің жасым үлкен болса да әлім бар, сені далаға тастамаймын, балаңды өз баламдай көремін, маған тиесің. Егер көнбесең, Асқардың маған қарызы көп еді. Соның өтеміне мына үйді де, алдындағы 4 түлікті де тартып аламын. Жетімегіңді қалай жетелейсің?» Гүлбанудың төбесінен жай түскендей болды. Сартайдың айтып отырғаны көпе-көрнеу қиянат. Асқардың ешқандай қарызы жоқ еді. Бұл тек жас әйелдің дәрменсіздігін пайдаланып, онды құлдыққа жегудің айласы болды. «Ақсақал», деді Гүлбану даусы дірілдеп, «сіз біздің әулеттің үлкенісіз. Асқар сізді әкемдей сыйлаушы еді. Менің қара жамылғаныма әлі жыл толған жоқ. Жетімектің несібесіне көз алартқаныңыз қалай? Маған бай емес, баламның амандығы керек». Сартайдың көзіндегі суық от жылт етті. «Сен маған таңдау бердім. Не менің босағамда ханшайым боласың, не ертеңнен бастап мына үйден қаражаяу шығып кетесің. Обал қауіпті маған үйретпе». Ақсақал шығып кетті. Гүлбану түні бойы көз ілмеді. Ол кімнен көмек сұрарын білмеді. Ауыл адамдары Сартайдан сескеніп, ешкім оған қарсы сөз айта алмады. Арада апта өтпей Сартай өз дегеніне жетті. Гүлбануды күштеп ағайын туыстың батасын сатып алып, өз үйіне кіргізді. Бірақ бұл неке емес, нағыз зорлық еді. Сартайдың үйіндегі Гүлбану адам емес, күң сияқты болды. Ақсақал оның әрбір басқамын қадамын аңдып, баласына тамақ берсе де мін тауып жас келіншектің рухын жанықшуға тырысты. Ол үшін Гүлбану тек бір жеңіс мекеніндегі қанағаттандыратын олжа ғана еді. Бірде түнде Гүлбанудың баласы қатты ауырып, қызуы көтерілді. Гүлбану Сартайдан ат сұрап көрші ауылдағы дәрігерге бармақ болды. «Отыр орнында», деп ақырды Сартай. «Түн ішінде қайдағы ат? Жетім бала ауырса жазылар, өлсе тағдыры сол. Менің малымды шығындама». Бұл сөз Гүлбанудың соңғы үмітін үзді. Ол ақсақалдың жүрегінде тас орнына мұз жатқанын түсінді. Арада айлар өтті. Гүлбанудың көзіндегі нұр сөніп, өлескендей болып қалды. Бірақ адамның жасаған қиянаты қайтпай қоймайды. Күздің суық жаңбыры басталғанда Сартайдың үлкен жылқы үйіріне індеттейді. Бір түнде жарты малы қырылып қалды. Артынша өзінің жалғыз ұлы бәйбішесінен туған аттан құлап мертікті туралы суық хабар келді. Сартай еңсеріп қалды. Ол мұны тіл көзден көрді. Бірақ Гүлбанудың босағада отырып көкке қарап күбірлеген көргенде жүрегіне қорқыныш ұялады. Гүлбану қарғамаған еді, ол тек шындықты сұраған болатын. Бір түні Сартай төсектен тұра алмай қалды. Тілі күрмеліп, денесі жансызданды. Ол өзі аямаған жас жесірдің қолына қарап қалды. Гүлбану оған кек сақтаған жоқ, ас суын беріп күтті. Бірақ Сартайдың көзіндегі қорқыныш күтпеген, ол Гүлбанудың жүзіне қарауға батпайтын. Өлерінде Сартай бар жиған тергенін Гүлбану мен оның баласына қалдыруды өтініп хат жазбақ болды, бірақ ол қолы жүрмеді. Ол кешір дегіс келді, бірақ тілі келмеді. Ол өзінің аярлығы қатыгездігінің құрбаны болып, артында тек қарғыс пен суық естелік қалдырып, жарық дүниемен қоштасты. Түйін. Бұл әңгіме үлкендік ақылдық емес, жүрекке үлкен нәрсе ұқтырды. Жас үлкен болса да жаны кіші адамның қадірі болмайтын, ал әлсіз жасалған қиянат ешқашан жауапсыз қалмайтынын көрсетілді. Бұл әңгіме сіздің көңіліңізден шықты ма, құрметті көрермен? Сіздің ойыңыз қандай, жаза кетіңіз.